Дәурен Тұлғабаев, Локомотив құрастыру зауытының информациялық және ERP бөлімінің басшысы. Осыдан 20 жыл бұрын ата-анамыз арман қуып Астана қаласына көшіп келді. Сол сәттен бастап осы Елордада, Астанада өмірім басталды. Осыған дейін теміржол саласындағы колледжді аяқтап, теміржол саласының маманы болып, бухгалтерлік есеп аудит мамандығын алдым. Содан кейін теміржол саласында жұмыс істеп, мемлекетіміздің дамуына, ақпараттық технологиялардың дамуына байланысты тәжірибе алғаннан кейін өз мамандығымды ақпараттық технологияларға ауыстыруымды шешім қабылдап, сол мамандық бойынша білімімді алып, мына Локомотив құрастыру зауытына автоматтандыруға өз үлесімді қосып жүрмін. 2014 жылы кәсіпорын конвейерінен жолаушылар тасымалдайтын қазақстандық үлгідегі тепловоз шығарылды. Зауыт озық техникамен жабдықталған, өндіріске соңғы технологиялар енгізілген. Біздің өндірістік цехтардың орналасқан жері, осы жерде біздің локомотивтер шығады. Біздің зауыт өзі 9 цехқа бөлінген. Қазір келе жатқан цехымыз біздің локомотивтің тепловозын арбасын шығаратын. Біздің зауыт негізі соңғы үлгідегі жабдықтармен жабдықталған. Қазақстан бойынша жабдықтау жағынан ең бірінші тұрған зауыттардың бірі деп айтсам болады. Өйткені міне өздеріңіз көресіздер, Испаниядан алынған Николас Корея жабдығы. Күнделікті жұмысым осы цехтағы болып жатқан жағдайын автоматтандыру бойынша қандай сұрақтар бар, солар көтеріліп жатса, соларды осы жерде ақылдасу, сөйлесу, сұрастыру. Өйткені зауыт жұмысшыларының бізге көтеріліп айтатын кейбір кезде жағдайы болмай қалады. Сол үшін өзім шығып, адамдармен сөйлесіп, барлығын біліп отырамын. Мына цехта қазір біздің локомотивтің ең үлкен рама бак деп айтып қояды, қаңқасы жасалады. Жұмысшылардың істеп атқан сәттерін барлығын қағазға түсіріп, компьютерге түсіріп, соларды автоматтандыруға тырысамыз. Ол біздің қазіргі уақытта жаңа локомотивтің бір түрі, былай айтқанда маневровый локомотив деп айтып қояды. Бізде 3 түрлі қазіргі уақытта локомотив шығады. Біріншісі ол пассажирский локомотив, жолаушылар локомотив, екінші грузовой локомотив, жүк локомотив, және мынау қазір істеп отқан маневровый локомотив. Бұл біздің қазіргі уақытта жаңадан ойлап тауып, американ технологиялар бойынша осында алып келіп, Қазақстанда шығарып отқан жағдайымыздың бірі. Ең бірінші локомотивтің бірі осы. Бұл осы жерде жиналып, жасалып, одан кейін қазақстандық сертификаттандыру органдарынан сертификатты алып, кәдімгі біздің теміржолға шығады. Келесі цехқа келе жатырмыз. Бұл цехта біздің теміржол жүргізушілері машинист деп қояды. Солардың кабиналары осында жиналады, осында жасалады. Өте үлкен цех. Осы автоматтандырудың жағдайын білу үшін цехтың жұмысшыларымен келіп, ақылдасудамыз. Біздің автоматизациялары бар ғой, неге? Технологтар, короче, кеше АПУстан адам келді. И каждая операцияны ежедневно будет вводить технологии. Нам нужно ей помочь. Басынан бастап дұрыстап істемесек, ертең совсем қиын будет. Қайтадан переделка, это получается в системе считается как это обновление, то есть новая позиция. Қазіргі уақытта біздің зауытта 600-ден астам адам жұмыс жасайды. Осы жұмысшылардың әлеуметтік жағдайын жақсарту мақсатында біздің зауытта кәсіподақ ұйымы құрылған болатын. Жұмыс беруші мен кәсіподақ ұйымының арасында ұжымдық шарт жасалып, сол шартымыз 2016 жылы Парыз сайысында ең үздік шарт атанып, сол шарттың мақсатын, сол шартта белгіленген істердің барлығын осы зауытта атқарудамыз. Өзімнің басты жұмысыма қосымша мен кәсіподақ төрағасының орынбасары болып табыламын. Біздің кәсіподақ өте үлкен жұмыс атқаруда. Олардың бастыларын айта кететін болсақ, жұмысшыларға жыл сайын санаторийға демалысқа жібереміз. Одан қоса жұмысшылардың отбасына, бала шағасына жылдық лагерлерге путевкалар берілуде. Сонымен қатар біздің кәсіпорын қаладан алшақ жерде орналасқандықтан жұмысшыларға арнайы
автобус көлігі алынып, соларды үйге жеткізумен қамтамасыз етеміз. Біздің жұмысшылар сонымен қатар біздің асханада ас мәзірін 100 теңгеге сатып алып, жақсы тамақтануда. 2019 жыл негізі жастар жылы деп жарияланды. Елбасымызбен осы жастар жылында жастарға деген істеліп заттар өте көп. Әлеуметтік мәселе болсын, экономикалық, білім саласы болсын, өте көп қолдаулар болып жатыр. Осы қолдаулардың арқасында біздің локомотив құрастыру зауытында істеп атқан жас мамандар, білікті мамандар осы Қазақстанның дамуына, машина жасау саласына қосып отқан үлесі өте көп. Қазақстан алдыңғы қатарлы мемлекеттердің қатарына қосыла алады, өйткені біздің Қазақстанның жастары өте белсенді, өте ақылды, өзінің алған білімін патриоттық сезіммен осында әкеп енгізуге барлығы дайын. Солардың қатарында өзім бар. Елорда менің арманымды орындады деп ойлаймын. Жұмыс орным бар, алған білімім бар, отбасым бар. 2019 жылы көп балалы отбасы атандым. Қолдаулардың барлығын алып жатырмын. Жастардың саясатына өте қатты белсенді қатысып жатырмын. Қазақстанның жастары жасасын, біз сіздермен біргеміз. Алға!